Әке, мен сенің ұлыңмын, кешірші мені. Әңгімені бастамай тұрып арнаға тіркелулеріңізді сұраймын. Кім қай қаладан көріп отырғандарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер, кімнің көп екенін көрейік. Ал мен бастайын. Жаңбыр аспанды тұмшалап, қара бұлттар бір-біріне құлап, қалың қара дақтар сияқты әлемді басып кеткендей көрінді. Әр тамшы жерге құлаған сайын Әлшердің жүрегі біртүрлі сырқырап, ауырғандай болды. Оның қолында тек бір гүл, балаға арналған кішкентай ақ раушан бар. Жаңбырдың салқын тамшылары гүлдің нәзік жапырақтарына түскен сайын Әлшердің қолдары дірілдей берді. Қараңғы зиратқа жеткенде ол кішігірім ағаш кресттің жанында тұрып қалды. Кресттің беті сәл сынық, жердегі топырағы жаңбырмен сулаған, бірақ Әлшер үшін ол әлемдегі ең қасиетті орын еді. Қайрат, сенің есіміңді әлі ұмытқан жоқпын деп сыбырлады ол, даусы жаңбырдан да жұқа шығып, желге ұмтылды. Мен сені өлді деп ойладым, мен сені бір жыл бойы іздедім, бір жыл бойы сағынып, жүрегімді қанжыттым. Сол бір жыл ішінде Әлшердің өмірі тек бір ғана нәрсе айналасында өтті. Деген үміт пен қайғы. Ол күндіз түні ұйықтамай отырды, бөлмеде баланың заттарын тексеріп, ойыншықтарын, кішкентай кроссовкаларын бір-бірлеп түзеді. Әр зат оның есінде балаға байланысты естеліктерді қайта оятты. Ол қашанда балаға қарап сөйлейді, бірақ тек үнсіздікпен жаңбыр ғана жауап беретін. Айналасындағы табиғат та оның қайғысын бөліскендей болды. Жел ескі зираттағы ағаштарды сыбырлатты, жаңбыр топыраққа соғылып, кішкентай көлшелер жасады. Ағаштардың сыбырлауы балаға айтылмаған сөздер, жасырын сырлар сияқты. Әлшер әрбір тамшыны естен шықпайтын естелікке айналдырып алды. Бірақ мен оны ешқашан ұмытпаймын. Бір кезде ол медициналық құжаттарды қарағанын есіне алды. Бір жыл бұрынғы құжаттар мен дәрігерлердің жазбаларын қайта оқи отырып, ол бір үлкен қателікті байқады. Баласына қате диагноз қойылған, есін жоғалтқаны немесе өлі деп тіркелгені жазылған. Аурухананың есептері шатасқан, кейбір парақта жоғалған. Неге мен мұны бұрын байқамадым? Деп өзін-өзі айыптады Әлшер. Қолында құжаттар сәл дірілдеп, қағаздар жаңбырға сулап, оның қолынан сырғып кетті. Мен оны өлді деп ойладым, мен оны жоғалттым деп ойладым, бірақ ол тірі болуы мүмкін еді деп сыбырлады ол жаңбырдың астында. Неге мен түсінбедім, неге мен уақытында әрекет жасамадым, неге? Сол кезде Әлшердің көз алдында өткеннің бейнелері қайта ойнады. Кішкентай қолын созып күліп тұрған әрбір естелік жүрегін шымырлатып, қайта-қайта қайғылы сезімдерді оятты. Ол жүрегімен сөйлеп тұрғандай болды. Мен сені ешқашан ұмытпаймын, мен сені ешқашан қалдыра алмаймын. Жаңбырдың тамшылары оның бетіне түсіп, шаштарын суландырды. Ол кішкентай гүлді топыраққа қоя отырып, Қайрат, мен саған қатты сағынып жүрмін, мен саған қайта оралуға дайынмын, бірақ неге бәрі осындай ауыр болды? деп айтты. Әлшер әр сөзін қайталай берді, әр қайталанған сөзде жүрегі ауырды. Бірақ үмітте өшпеді. Сені ұмытпаймын, мен сені ұмытпаймын, мен сені. Ауруханадан естіп алған кейбір ақпараттар да қайта ойына түсті. Дәрігерлердің шатасуы, құжаттағы қате диагноз, кейбір адамдардың бей-жай қарауы, барлығы оның баласының өміріне әсер етті. Біреу қателесті, біреу дұрыс қарамады, біреудің қателігімен менің балаң жоғалды деп ішінен сыбырлады Әлшер. Бұл әлеуметтік әділетсіздіктің ауыр зардаптарын сезіндірді. Ол тек өз жанымен емес, қоғамның әділетсіздігімен де күресіп жүргендей болды. Зираттағы қараңғыда әрбір ағаштың сыбырлауы мен жаңбырдың тамшысы оның жүрегіндегі ауыртпалықты көбейтті. Әлшер бір сәт тоқтап аспанға қарап, неге мен оны қорғай алмадым, неге бәрі осылай болды, менің балам қайда? деп үнсіз сөз сөйледі. Сол үнсіздікте тек жаңбыр мен желдің сыбырлауы ғана естілді. Сол сәтте ол кішкентай крестке қайта қарап, гүлді жерге қойып, мен сені ешқашан ұмытпаймын, Қайрат, мен саған уәде беремін, мен саған қайта ораламын, мен сені ешқашан қалдырмаймын, мен сені деп өз-өзін қайталап сөйледі. Әрбір қайталаған сөз жүрегіне жаңа ауырлық әкелді, бірақ сонымен қатар аз да болса үміт сәулесін берді. Әлшер жолға шықты, жаңбырдың астында әрбір қадамын оймен санап жүрді. Әр қадам өткенді еске түсіріп, оның ішкі сезімін тереңдетті.
Ол білмеді, алдағы сәтте өмір оған қандай тосынсый дайындап қойғанын, бірақ жүрегі бірде-бір сәтте үмітін жоғалтпай, балаға қайта қауышу мүмкіндігіне сеніп тұрды. Қараңғы зираттан шыққанда ол әрбір қадамда өткеннің ауыртпалықтарын сезді. Жаңбыр тамшыларымен бірге жүрегіндегі ауыртпалық та ағып кететіндей еді. Бірақ ол біледі, бірде-бір адам қателеспейтін еді. Бала тірі болуы мүмкін, тек уақыт келді, және ол қайта оралатын сәтті күтеді. Мен сені ешқашан ұмытпаймын, мен сені ешқашан қалдырмаймын, мен сені, деп сыбырлады Әлішер, жаңбырмен сөйлесіп, өз-өзіне уәде беріп, зираттан алыстайды. Жаңбырдың астында, желдің сыбырында, өз сезімнің қатты ырғақтарында ол тек бір ғана нәрсені біледі. Әлішердің жүрегі ауыр, бірақ үмітпен толы, әр тамшы жүрегін шаятындай болып, оның өмірге қайта сенуін қалпына келтіріп жатыр. Жаңбырдан кейінгі ауа салқын, бірақ сәл тынышталған еді. Әлішер зираттан ауруханаға қарай кетіп бара жатты. Жүрегінде бір түрлі ауыртпалық пен үміт араласқан сезім бар. Бірақ ол білмеді, өмір оны тағы бір тосынсыймен күтуде. Аурухананың жанында тұрған ескі, бос орындыққа отырып, ол ішкі даусын тыңдады. Жаңбырдың соңғы тамшыларының дыбысы естіліп, желдің жеңіл сыбырында оның ойлары қайта-қайта айналды. Әлішерге сол бір жыл бойғы сағыныш, бір сәтке де басылмаған қайғы, дәл осы сәтте қайта шабуыл жасады. Сол кезде аурухана есігі бірден ашылып, салқын ауа мен жаңбырдың қалған тамшылары ішке кірді. Әлішердің көз алдында бір адам шықты. Бала, бірақ ол бұрынғыдай емес. Оның киімі суға толып, шаштары сұрқылтым, бетінде жарақат белгілері бар, көздері әлсіз, таныс бір жылулық бар. Әке, деді бала әлсіз, бірақ таныс даусымен. Әлішердің жүрегі сәттен сәтке тоқтап қалғандай болды. Ол сенбеді, қорықты, ашуланды. Қолдарын алдына созды да артқа шегінді. Сен кімсің? Бұл қалай мүмкін? Деді ол дірілдеп. Бала баяу күлімсіреп, бірақ көзінде ауыртпалық бар. Ол тек екеуіне ғана белгілі естеліктерді айтып бастады. Әке, есіңде ме, жазда біз өзенге балыққа бардық. Сен мені көтеріп қап-қара балық табамыз деп уәде бердің. Сосын мен құлап кеттім ғой, бірақ сен мені құтқарып алдың, тек сен білесің. Тек сен. Әлішердің көзіне жас келді. Оның жүрегі қорқыныш пен сенбеушілік арасында шайқалды. Сенің бұл қалай? Мен сені өлді деп ойладым, деп сыбырлады ол. Мен саған жылап сағынды мен. Бала қасындағы әрбір нәрсені атап өтті. Бөлмедегі кішкентай ойыншықтар тек екеуіне ғана белгілі жасырын белгілер. Әлішер әр сөз сайын таңданды, бірақ сенбеді. Мүмкін бұл көзімнің алдамшылығы. Жүрегімнің ағым. Әке, сен тыңдай, есіңде ме, мен саған сүйікті ойыншығымды беріп, әрқашан бірге боламыз дегенімізді. Деді бала. Әлішердің жүрегі бұл естеліктерге жауап беріп, бірақ қорқыныш та артта қалмады. Менің балам тірпін. Бала біртіндеп өз тарихын ашты. Ол жараланған, әлсіреген, танылмай қалған. Алайда оның жанында бір шындық бар, әкесін ешқашан ұмытпаған. Әлішердің есінде тек бір ғана нәрсе, бала тірі. Бірақ сенбеу, қорқыныш, ашу, бәрі жүрегінде домалады. Сен шынымен тірісің бе? Деп тағы да қайталады Әлішер, көздері жасқа толып. Иә, әке, мен тірімін, бірақ бәрі өзгере түсті, менің жараларым, менің әлсіздігім бәрі бар, деді бала. Жаңбырдан қалған ауа салқын, бірақ жылы сезіммен араласып кетті. Әлішер балаға жақындап, оның қолын алды. Бала да қолын созып, екі жақтың жүрегі бір сәтке тыныштықта болды. Бірақ Әлішер сенбеушіліктен, қорқыныштан, ашудан әлі арыла алмады. Бұл қалай мүмкін? Бала тағы да екеуіне ғана белгілі естеліктерді айтты. Әрбір сөз жүректі сырғытып, өткен мен қазіргі арасын жалғады. Әке, сен мені әрқашан қорғадың, есіңде ме? Біз күзде паркте отырдық, сен қолыңмен мені қорғадың, мені көтердің, тек сен білесің. Әлішер көз жасын сүртіп, оны құшақтағысы келді, бірақ қорқыныш одан күшті еді. Мен сенің тірі екеніңе қалай сенейін, мен сені жоғалттым деп ойладым, мен сені. Бала бір қадам жақындап, әкесінің қолына қолын қойды. Оның көздеріндегі жылылық, танысулы, бұрынғы күндердің сәттері бәрі бір мезетте жүректі жарды.
Әлішер құшақтап баланы өзіне қатты тартты. Жүрекпен сөйлеген жасырын уәделер, бұрынғы күндердегі махаббат, сағыныш, бәрі сол сәтте ашылды. Мен сені ешқашан қалдырмаймын, мен сені ешқашан ұмытпаймын, мен сені деп Әлішер сыбырлады, көздерінен жас тамшылай берді. Мен де сағындым, әке, мен де деді бала, әлсіреген даусымен. Сол кезде аурухананың сыртындағы жаңбыр суы, желдің сыбырлауы, әрбір тамшы екеуінің бір-біріне қайта оралғанын естіртті. Әлішер өзіне уәде берді, енді ешқашан оны жоғалтпайды, ешқашан ұмытпайды. Бала мен әке арасындағы алғашқы қауышу сәті өте күшті эмоцияға толы болды. Жүрек жарылыстары, жылау, кешірім, қорқыныш, сенбеу, бәрі бірге араласып бір ғана сезімге айналды. Қайта қауышудың кереметтігі. Әкемен тірімін деп бала тағы да қайталады. Әр қайталанған сөз жүректі сырғатып, өткенді есіне салды. Мен сені ешқашан қалдырмаймын деп Әлішер жауап берді. Жүрегі толқыған, көздері жасқа толған. Ауруханадағы салқын ауа мен жаңбырдың қалған тамшылары арасында екеуінің қайта қауышуы өмірдегі ең күшті эмоциялық сәтке айналды. Екеуіне де бұрынғы күндердің естеліктері мен қазіргі шындық бір мезетте бірікті, қайта оралған үмітті көрсетті. Бұл бірінші кездесуден кейінгі алғашқы сәт еді, бірақ Әлішер енді білетін болды. Жүрегінде жаңбырдың тоқтағанына бір күн өткен еді, бірақ әлі де аспан сәл бұлтты, кейбір жерлерінде су жиналған кішкентай көлшелер қалды. Әлішер баласын аурухананың сыртына шығарып, таза ауаға шығару үшін серуенге алып шықты. Бірақ әр қадам сайын жүрегі әлі де қорқыныш пен сенбеушілікпен толы болды. Әке, сен мені қорқытпайсың ба? Деп бала сәл дірілдеп сұрады. Қорқынышқа негіз жоқ, мен сені қазір өз көзіммен көріп тұрмын, бірақ әлі де сену қиын деп жауап берді Әлішер. Олар ауруханадағы бос паркте отырды. Әлішер баласының бетіне қарап, бұрынғы күндердің естеліктерін ойлады. Бірақ сол сәтте оның қолына бұрынғы құжаттар түсті, сол қате диагноз бен медициналық есептердің көшірмелері. Ол парақтарды бір-бірлеп қарап шықты. Құтқару мүмкін емес деген жазба тыз қойылған. Әлішердің жүрегі бір мезетке тоқтап, содан кейін қатты ауырды. Бұл мүмкін емес деді ол дірілдеп. Мен оны бір жыл бойы жоқтап жүрдім, бірақ бұл қате, мен оны өлді деп ойладым. Бала оның қасында отырды, көздерінде түсіністік пен нәзіктік бар. Әке, мен білемін, сен мені бір жыл бойы жоқтадың, бірақ енді бәрі өзгерді, бәрі дұрыс болады деді ол. Әлішер жасырын сезімін аша алмады, ашу, қорқыныш, өкініш бәрі бірге араласты. Мен оны қорғауым керек еді, мен оны өлді деп ойладым, мен деп ойлады ол. Бала бұл сезімдерді байқап, жай ғана қолын әкесінің қолына қойды. Әке, сен мені ешқашан қалдырмайсың, солай ма? Деді бала әлсіз, бірақ сенімді дауыспен. Мен ешқашан деді Әлішер, әр ешқашан сөзін қайталап, жүрегін ашып. Ауруханадағы құжаттар мен шатасқан медициналық жазбалар бәрін түсіндірді. Тірі болған. Есін жоғалтқан соң қате диагноз қойылған. Кейбір адамды қарауымен Әлішер бұл шындықты біліп, ішкі сезімдермен күресті. Ашу, өкініш, қорқыныш, бірақ үмітте қайта оралды. Сен мені түсінесің бе, әке? Деді бала. Иә, мен түсінемін, мен қателестім, бірақ қазір бәрі дұрыс болады деп Әлішер жауап берді. Табиғатта олармен бірге болды. Жел ағаштарды сыбырлатты, күннің алғашқы сәулесі бұлт арасынан сырғыды, топырақтағы су тамшыларында күннің шағылысы жарқырады. Бұл екеуінің қайта оралған үмітін көрсеткендей еді. Әлішер баласына жақындап, оны құшақтады, бала да қолын созып, сенім мен сүйіспеншілікті сезінді. Бала бұрынғы жарақаттар мен әлсіздігіне қарамастан, әкесіне қайта толықтай сенді. Әлішер де баласына сенімін берді. Екеуінің арасындағы байланыс тереңдеп, өткеннің ауыртпалығы мен қателіктері баяу жеңілдей бастады. Әке, біз енді бәрін бастай аламыз, деді бала. Иә, бәрін қайтадан біз бірге боламыз деп Әлішер жауап берді. Олар сол паркте ұзақ отырды, тыныштық пен жаңбырдан қалған иіс, таза ауа мен табиғат арасындағы үйлесімділік олардың арасындағы сенім мен махаббатты нығайтты. Әлішер ішкі дауысын тыңдап, баласына уәде берді.
мен ешқашан сені қалдырмаймын, ешқашан. Қайта қауышу сәті өмірдегі ең күшті эмоциялық сәтке айналды. Қателіктер ашылды, сенім қалпына келді, бірақ өмір әлі де алда күтетін тосын сыйларға толы болды. Бала мен әке қайта қауышты, бірақ олар білетін болды, енді бірге болу тек бастамасы. Барлық қателіктер, бюрократиялық шатасулар, әлеуметтік әділетсіздік бәрі өткенде қалды. Енді олар тек бір-біріне қарап, үмітпен алға жылжи алады. Күннің алғашқы сәулелері қалаға еніп Алматының көшелерін жеңіл жарыққа бөлеп тұрды. Аспан әлі де бұлтты, кейбір жерлерінде күн сәулесі бұлт арасынан құламай жасырын жарқырайды. Әлішер баласын қолына алып ауруханадан сыртқа шықты. Жаңбырдан қалған жерлерде су жиналып, кішкентай көлшелер қалып, әрбір су бетінде аспанның шағылысуы көрініп тұрды. Әкемен мен сәл әлсізмін деп бала сыбырлады. Оның даусы бұрынғыдай күшті емес, әлсіздікпен жарақат сезіледі. Мен білемін, бәрі болады, сен қазір мықты боласың, біз бірге боламыз деп Әлішер балаға жақындап, қолын мықтап ұстады. Бала мен әке арасындағы әрбір қадам тек физикалық қозғалыс емес, ішкі сенім мен қорқынышты да бірге жылжытатын саяхат болды. Әлішер әрбір қадамы сайын баланың әлсіздігін сезіп, жүрегі біртүрлі сыздап, бірақ үмітпен толды. Оның ішкі ойлары: мен оны қорғауым керек, мен оны ешқашан қалдырмаймын, мен. Бала бір қадам артқа шегінді, жараланған қолын көтеріп, өзін қорғайтындай көрінді. Әлішер дереу баланың жанына жақындап, оның қолынан ұстап: сен мықтысың, мен сені ешқашан қалдырмаймын деді. Мен білемін, бірақ мен бұрынғыдай емес, мен өзгердім деп бала сыбырлады. Әлішер баланың өзгерген көрінісіне қарап, жүрегі ауырды, бірақ ашу, қорқыныш, сенбеушілік арасында қайта оралды. Бала қазір әлсіз, жараланған, бірақ әкесіне қайта сенімділік бергісі келеді. Әлішер бұл сәтті жоғалтуға болмайтынын түсінді. Сен қандай болсаң да, мен сені жақсы көремін әрқашан деп айтты ол, әрбір сөзін қайталап, ішкі сезімін балаға жеткізді. Бала баяу құшақтап әкесіне жақындады. Сол сәтте аурухананың сыртындағы табиғат олармен бірге тыныс алып тұрғандай көрінді. Жел ағаштарды сыбырлатты, кейбір тамшылар жерге құлап, шағын көлшелер жасады. Әлішер баласына қарап, әрбір тамшының дауысын тыңдап, жүрегімен сөйлескендей болды. Сен тірісің, мен сені қайта таптым, мен. Әке, есіңде ме, біз жазда өзенге балыққа бардық, сен мені көтердің, мен құлап кеттім, бірақ сен мені құтқарып алдың, тек сен, деді бала, екеуіне ғана белгілі естеліктерді еске түсіріп. Мен сол күндерді есімде сақтап жүрдім, мен сені ешқашан ұмытпаймын деп Әлішер сыбырлады, көздерінен жас тамшылай берді. Олардың арасындағы жаңа байланыс біртіндеп қалыптаса бастады. Әлішер әрбір қадам сайын баласының әлсіздігін сезіп, бірақ үміт пен махаббатты арттыра берді. Бала да бұрынғыдай мықты емес, бірақ әкесіне сенімін қайта тапты. Бір мезетте бала бұрынғы жарақаттарын көрсетті. Әлішердің жүрегі ауырды, жарақаттар, әлсіздік бәрі көзге көрініп тұр. Бірақ ол баласын қорғау үшін әрбір күшін жинап, оған қолдау көрсетті. Сен мықтысың, мен сені ешқашан қалдырмаймын, сенің барлық жарақаттарың мен үшін маңызды, біз бәрін жеңеміз, деді. Бала күлімсіреп қолын әкесіне қойды. Сол сәтте олардың арасындағы сенім мен сүйіспеншілік бұрынғыдан да терең болды. Әлішер ішкі дауысын тыңдап, баласына уәде берді: мен ешқашан сені қалдырмаймын, мен әрқашан сені қорғаймын. Табиғат олардың арасындағы эмоциялық кернеуді толықтырды. Жел сыбырлады, жаңбырдан қалған су тамшылары шағын көлшелерде жарқырап тұрды. Күннің алғашқы сәулесі бұлт арасынан сырғып, әрбір су тамшасына түсті. Әлішер бұл көріністі байқап, баласына қарап: біз бірге боламыз, бәрі дұрыс болады деп сыбырлады. Бала баяу сөйледі: әке, мен бұрынғыдай емес, мен өзгердім, бірақ мен саған сенемін, мен тірімін, біз бірге боламыз. Мен де сенемін, біз бәрін бірге жеңеміз, деп Әлішер жауап берді. Бұл сәт екеуінің арасындағы жаңа байланыс пен сенімнің бастамасы болды. Бала мен әке қайта қауышты. Бірақ енді олар тек физикалық жақындықта ғана емес, жүрекпен де бірікті. Әлішер ішкі сезімін ашып баласына: сен қандай болсаң да, мен сені жақсы көремін, сен мықтысың, менің балам, деп сыбырлады. Бала да: мен де саған сенемін, әке, мен тірімін, біз бірге боламыз, деді. Олар сол паркте ұзақ отырып, тыныштық пен табиғат арасындағы үйлесімділікті сезді.
Әлшер ішкі қорқынышынан арылып, баласына толықтай сенім арта бастады. Бала да бұрынғы жарақаттары мен әлсіздігіне қарамастан әкесіне толықтай сенді. Сол сәтте Әлшер тағы да уәде берді: мен ешқашан сені қалдырмаймын, мен әрқашан сені қорғаймын, біз бірге боламыз. Бала да оған жауап беріп: мен тірімін, біз бәрін бірге жеңеміз деді. Бұл бөлімде жаңа қарым-қатынас, сенім мен сүйіспеншілік, жарақаттар мен әлсіздік толық суреттелді. Табиғат, ауа, жаңбырдан қалған тамшылар бәрі эмоциялық кернеуді арттырды, оқырман жүрегіне терең әсер қалдырады. Таңғы сәулелер әлі де бұлт арасынан ұялып тұрды. Ауа салқын, бірақ жүректі жылтатын біртүрлі тыныштық бар еді. Әлшер мен Қайрат аурухананың сыртында бос көшеде жүрді. Әлшер баласына қарады. Оның бетінде бұрынғы жарақаттар мен әлсіздігі әлі де көрініп тұрды, бірақ көздерінде сенім мен үміт бар. Әкемен мен бәрін айтып бергім келеді деді бала, даусы әлсіз, бірақ шындыққа толы. Айт, сенің айтқың келгенін мен тыңдаймын деп Әлшер қатты тыныстап баласына жақындады. Бала баяу сөйлей бастады, әр сөз жүректі сыздатып, өткеннің ауыртпалығын қайта келді. Әкемен ауруханадағы сол күндерді есімде сақтап қалдым, мен есімді жоғалтқан едім, дәрігерлер мені тірі деп тіркеген жоқ, менің аты жөнім шатасып кетіпті, мен өлі деп тіркелгенмін деді. Әлшер көзін ашып құжаттарды бірдей қарап шықты, енді бәрі түсінікті болды. Балаға қате диагноз қойылған. Бюрократиялық дәрігерлердің. Әлшердің жүрегі ауырды, ашу мен өкініш араласып кетті. Мен оны 1 жыл бойы жоқтадым, бірақ біреудің қателігімен мен онымен. Әкемен тірімін, бірақ менің денем, менің күнім, менің өмірім өзгерді деді бала, көздерінен жас ағып тұр. Сен мені көрдің, бірақ мен бұрынғыдай емеспін, мен әлсізмін, мен жараланғанмын. Әлшер баласын құшақтап жан-жақты сезімге бөленді. Қорқыныш, ашу, өкініш, бірақ махаббат та сол сәтте үстем болды. Мен сені ешқашан қалдырмаймын, сен қандай болсаң да, мен сені жақсы көремін деп ол қайталады. Әр сөзін қайта қайталап жүрегімен жеткізді. Қайрат баяу екеуіне ғана белгілі бір естелікті айтты. Әке, есіңде ме, жазда біз далада ойнадық, мен құлап кеттім, сен мені көтердің, тек сен білесің, тек сен деді. Әлшер көздерінен жас тамшылап балаға қарай беттеді. Мен ешқашан ұмытпаймын, мен ешқашан саған ренжімеймін, мен сені деп сыбырлады. Бала енді ашық жылап әкесіне құшақтап қалды. Әлшер де жылап жіберді, олардың көз жастары араласып бір ғана сезімге айналды. Өткеннің ауыр. Әкемен тірімін, мен тірімін деп бала қайтала. Мен де сені ешқашан қалдырмаймын деп Әлшер жауап берді. Сол сәтте ауруханадағы әрбір шатасқан құжат, медициналық қате, әлеуметтік әділетсіздік бәрі бір мезетке есіне түсті. Қайрат тірі қалғанына қарамастан, біреудің қателігі оның өмірін қатты өзгертті. Әлшер ішкі ашу мен өкініштен тітіркенді, бірақ баласының тірі болғаны үшін рахмет айтты. Табиғатта эмоцияны толықтырды, жел ағаштарды сыбырлатып, жаңбырдан қалған су тамшылары. Әлшер баласына тағы да жақындап, оны құшақтап, біз бәрін бірге жеңеміз, біз ешқашан бөлінбейміз деді. Қайрат әлсіз, бірақ сенімді дауыспен: біз бірге боламыз, мен тірімін, біз бәрін бірге жасаймыз деді. Олар сол бос көшеде ұзақ отырып, өткеннің ауыртпалығын, қателіктер мен әділетсіздікті еске алып, бірақ бір-біріне сенім артып, қайта қауышудың қуанышын сезінді. Әлшер балаға уәде берді: сен қандай болсаң да, мен сені қорғаймын, мен ешқашан қалдырмаймын, мен деп қайталады. Бұл бөлімде жылау, кешірім, ашылу, әлеуметтік әділетсіздік пен медициналық қателік толық суреттелді. Оқырман жүрегі әр сөзде ауыртады, көз жастарын тоқтата алмайды. Сол кезде Қайрат тағы да қайталайды: әкемен тірімін, мен тірімін, менің әрбір қадамым сен үшін деп сыбырлады. Әлшер оны құшақтап, өз көз жасын сүртіп, мен де тірімін, біз бірге боламыз, біз бәрін жеңеміз деп айтты. Осылайша 5 бөлім эмоционалды шыңға жетті. Жылау, ашылу, сенім мен қайта қауышу, әділетсіздіктің ауыртпалығы барлығы бір мезетке тоғысты. Күн батып бара жатқанда Алматының шеткі көшелері алтын түске боялғандай көрінді. Аспан ашық, бірақ аздап бұлттар қалған. Әлшер мен Қайрат бос саябақта отырды. Бала әлі де әлсіз, бірақ енді сенімді, әкесіне толықтай сенген. Әлшер ішкі сезімін толық аша алмады, бірақ жүрегі қайтадан тірі баласына толды.
Әкемен тірімін, мен тірі болып қайта келдім, деді Қайрат, даусы әлсіз, бірақ жүрегінен шыққан шынайы сезіммен. Мен де сені қайта таптым, мен ешқашан сені қалдырмаймын, деп Әлішер оған жақындады. Көздерінде жас, бірақ үміт бар. Олар ұзақ отырып өткенді еске алды. Қате диагноздар, бюрократиялық қателіктер, біреудің бейжайлығының салдарынан болған. Әлішер әрбір сөзін қайталап, ішкі сезімін балаға жеткізді. Мен саған жылап, сағынып жүрдім, мен сені жоқтадым, мен сені, деп ол тоқтай алмай, көзінен жас тамшылады. Әкемен де сағындым, мен тірімін, деді бала, қолын әкесінің қолына қойып. Табиғат та олардың эмоциясын толықтырды. Жел ағаштарды сыбырлатып, соңғы күн сәулесі олардың бетіне түсті. Қаланың дыбысы алыстап, тек жел мен қалдық жаңбырдың тамшыларын ғана естуге болады. Әлішер баласына қайта құшақтап, шын жүректен айтты. Сен тірісің, сен менің өмірімсің, мен саған уәде беремін. Ешқашан сені қалдырмаймын, мен әрқашан сені қорғаймын. Бала жылап, бірақ қуаныштан. Әкемен тірімін, біз бірге боламыз, біз бәрін бірге жеңеміз, деді. Сол сәтте бұрынғы қателіктер, әділетсіздік, өтпелі ауыртпалық бәрі бір мезетте жеңілдейді. Әлішер балаға қарап, өз-өзінен кешірім сұрады. Әкемен тірімін, мен тірімін, деп бала тағы да қайталайды. Мен де сені ешқашан қалдырмаймын, деп Әлішер жауап береді. Олардың көздері кездесіп, жасқа толы көздеріне үміт сәулесі түседі. Ауруханадағы шатасқан құжаттар, бюрократиялық қателіктер бәрі өткенде қалды. Енді басты нәрсе өмірдің өзі, қайта қауышқан ата мен бала, олардың арасындағы махаббат пен сенім. Әлішер баласына, сенің әрбір қадамың мен үшін маңызды, біз бірге жаңа өмір бастаймыз, деп сыбырлады. Мен тірімін, біз бәрін бірге жасаймыз, деді бала, әлсіз дауыспен, бірақ сенімділікпен. Сол кезде аспан толығымен ашылды, күннің соңғы сәулесі олардың бетіне түсті. Әлішер мен Қайрат қайтадан бірге отырды. Бұрынғы жарақаттар мен әлсіздік болса да, олардың жүрегі бірдей соғып тұрды. Әлішер ішкі сезімін ашып, балаға соңғы уәде берді. Мен ешқашан сені қалдырмаймын, мен әрқашан сені сүйемін, біз бірге боламыз. Қайрат қолын әкесіне қойып, әкемен тірімін, біз бәрін бірге жасаймыз, деп айтты. Осы сәтте оқырман жүрегінде жеңілдік сезімі пайда болады. Қайта қауышу, кешірім, үміт және сүйіспеншілік жеңді. Бала мен әке бұрынғы ауыртпалықтарын артқа қалдырып, жаңа өмірге дайын. Жел сәл күшейіп, жаңбырдан қалған тамшылар ағаш жапырақтарынан түсе берді. Әлішер баласының шашын сипап, қайта мен ешқашан қалдырмаймын, мен ешқашан ұмытпаймын, деп қайталады. Бала да оған қарап, әлсіз күлкісімен жауап берді. Мен тірімін, біз бірге боламыз, біз бәрін бірге жасаймыз.